Өміріңді қиындататын 10 тәсіл. Бақытты адамдар бұлай жасамайды. Бүкіл әлем саған қарсы тұрғандай. Басқа көліктің жүргізушісі жолыңды кесе, көлденең қиып кетті. Досың хабарласамын деп уәде берсе де, қайтып қоңырау шалмады. Әріптесің сені күтпей түскі асқа кетіп қалды. Адам қаласа, көп уақытын өзің кемшін сезініп өтуі ықтимал. Бірақ сол бастан кешкен ұсақ түйектің бәрі шынында да өкпелеуге тұрарлық дүние ме? Неге осының бәрін мені құрметтемеу деп қабылдайсың? Бақытты адамдар олай жасамайды. Олар болып жатқан жайттарды жүрекпен қабылдамайды. Күпір сөздерге, кереғар қылыққа дереу жаманатты теліп қоймайды. Олар айналадағы адамдар өзін ренжітуге не қаттырақ өкпелетуге тырысып жатыр деп ойлайды. Сен өз фильміңнің жұлдызысың. Күллі дүние тек саған қарап тұр дегенге қатты сенесің. Сен өмірлік жолыңда үнемі топ жарып, кез келген оқиғаның ортасында жүресің. Сен өз фильміңнің жұлдызысың. Бас қаһарманы да өзің. Сол киноның сценарийінде өзің жазасың. Оның сюжеті қалай өрбуі керегін де білесің. Қалай бітетінін де білесің. Тек қана сценарийді өзге актерларға беруді ұмытып кеткенсің. Не оларға сенің киноңда рөл ойнайтынын айтуды ұмытып кеттің. Сондықтан айналаңдағы адамдар сенің ойыңдағыны жүзеге асыру үшін сценарийдегідей жүріп тұруы керегін білмейді. Сен күткеннен басқа сөз не басқа қимыл жасаса, онда фильм бастан аяқ бүлініп кетеді. Ондай сценарийді қоқысқа таста. Өзгелерге де сенімен басты рөлді бөлісуге рұқсат бер. Сюжет желісінің күрт өзгеріп кеткеніне қуан. Аяқ астынан пайда бола кеткен жаңа персонаждарға құшағыңды аш. Бар жылдамдықпен апокалипсиске асығып барасың. Көп адам бір жағдай бола қалса, дереу ойша ең нашар жауапты таңдап алады. Өзі ойлағандай емес, тәуір нәтижені көргенде қатты таң қалады. Шынымды айтсам, мен де сондаймын. Тамағың ауыра ма? Түсінікті, бұл обыр ғой. Паспорттың жоғалды ма? Бәрі бітті. Оны алаяқ тауып алып, менің атымнан талай несиені рәсімдеп үлгеретін болды. Сосын ешкімге ештеңе дәлелдеп бере алмаймын. Мені қарызға батыратын болды. Жаман ой тек жамандықты туғызады. Бұл цунами алапат толқынымен басып қалады. Кешегі бақыттың мызғымас үйін соңғы кірпішіне дейін дымын қалдырмайды. Дұрыс ойдың жағалауынан аулаққа әкетеді. Қарсы тұрмасаң, тура ұйыққа тап боласың. Сенің күткенің өмірде орындалатын арман емес, яки арманыңды құпия сақтайсың. Отбасың мен достарыңа тағар мініңнің бірі оңбағандар. Әлі күнге дейін сенің ойыңды оқып үйренбеді. Болашақты болжай білмейді. Солай, егер жігіттің бүгінгі маңызды күнді тура 6,5 ай бұрын бірінші рет киноға қол ұстасып барғандарыңды ұмытып, сені құттықтамай қалса, қатты ренжіп, жан жүрегімен жабырқайсың. Аяқ астынан демалысқа шыққанда сүйген қызың хабарласпай қалды дейсің. Әрине оған алдын ала айтуды ұмыттың, бірақ хабарласа салса болар еді ғой. Маори стилінде тәніңе салынған татуға досың аса қуана қоймады. Ал сен болсаң, оған қомақты қаржы жұмсадың ғой. Күткен нәрсең орындалмай жатса, оның түп негізінде өміріңдегі жабырқау, көңіл күй мен бақытсыздық жатады екен. Сондықтан күтеріңді азайт, бақытты сәттерді көбейт. Үнемі көктің белгісін күтесің. Менің бір құрбым бір нәрсеге шешім қабылдау үшін үнемі көктің белгісін күтеді. Қандай белгі екенін білмеймін. Бәлкім аспаннан періштелер түсіп, Құдай қалай шешкенін айтар деп
күтетін шығар. Айналасынан ерекше бірдеңені күтеді, жай көзге көрінбейтін ғаламат бір белгіні. Улы күш рөл ойнайтын жоққа шығарғым кеп тұрған жоқ. Тек оларға жол көрсетіп, бағытымызды түзеуге рұқсат ету керек. Олар біз үшін бүкіл шешімді шығарады деп күтпе. Нар тәуекелге бел буа алмайсың. Екі сөз қайсар бол. Таңдауға тиіс нұсқалардың қайсысы күрделірек болса, соны таңда. Әрине, көпшілігі сәтсіз боп аяқталар, бірақ кейін еске алғанда солай еткеніңе қуанасың. Қауіпсіз қарапайым ішпысарлық жолға түспегеніңе риза боласың. Өз өміріңді үнемі басқа адамдардың өмірімен байланыстырасың. Бірнеше жыл бұрын үнемі думанды кешке шақырды. Қаланың ортасында ескі қоймадан жасалған ғимарат өте әдемі еді. Біз үшін джаз оркестр күй ойнады. Ақ, қызыл шарап құйылып жатты. Ұйымдастырушылар шұжықтан өкіртіп сэндвич жасап тастапты. Бұдан артық не керек дерсің? Сәлден кейін сыртқа шықсам, бір топ қымбат киім киген адамдардың көрші ғимаратқа кіріп бара жатқанын байқадым. Бұл не деп қызығушылығым оянып, барып көрдім. Онда да думанды кеш күліп, билеп, көңіл көтеріп жатқан нөпір. Ақ қайнар ағылып жатыр. Даяшылар керемет ізбасарларды тасып жүр. Қарасам, бұл кеш тіпті Вакхтың құрметіне арналғандай екен. Содан өзімнің думан кешім бастапқыдай көңілді көрінбей қалды. Әрине, екінші кештің жанында біздің біршама сиықсыздау екенін байқадым. Жаңа ғана ол кеш туралы түк білмеген едім. Ара-тұра бәріміз де сөйтеміз. Бізге қарағанда анау адамдар көңілдірек. Меридің көлігі су жаңа, Крейгтің лотереядан жолы болғыш, Теттің табысы көп, Джон келбетті жігіт. Болды, тіпті доғарайық. Тедди Рузвельттің дана сөздері әрқашан есіңде болсын. Салыстыру бақытты ұрлайды. Өзге адамдарға өзіңді тонауға жол бересің. Егер төсегінің астында $1,000,000 жатса, оны үздіксіз тексеріп тұрар едің. Ешкім ұрлап алмасын деп, қолдан келгенше құпия сақтауға тырысар едің. Ендеше ақшадан да құнды байлығың барын біліп жүр. Уақытың. Уақытты қорғау үшін дәнеңе істемейсің. Неге? Ол аз дегенде оны кім көрінгенге үлестіресің? Кеп. Шындап келгенде, көп адам бір секундыңа дейін татымайды. Олар сенің уақытыңды тонайды. Өзімшіл көрсе қызар адамдар тонайды. Сағаттап түк айтпайтын адамдар уақытыңа бүкіл елдің алтынын ұстағандай қара. Барынша сақта, уақытыңа лайық адамдарға ғана арна, өзің құрметтейтін жандармен өткіз. Саған лайық емес дүниені жібергің келмейді, не жібере алмайсың. Жыл өткен сайын өмір күрделеніп барама, себебі бақытты болу үшін көп еңбектену керек. Кей өмірлік жағдаятты тек көзқарасыңды өзгертіп, не жақсы ойлап шешу мүмкін емес. Тым күрделі болып шығады. Біреуді кешіру керек. Өміріңді өксіткен жаннан кетісу қажет болар. Сәтсіз қарым-қатынасты баяғыда тоқтату керек пе еді? Әлде сүйген адамың дүниеден өткеніне көндіге алмай қайғырып жүрсің бе? Әр адамның өзіндік сәтсіздіктері бар. Бірақ сәтсіздік болмаса, басқасының салмағы болмас еді. Сәтсіздік бізге қолда барды бағалап, сақтауға көмектеседі. Бізге өсуге көмектеседі. Өзгелерге жақсы болуға көмектесуімізге жол ашады. Қайғыдан бас тартуға, құтылуға, мүлдем ұмытуға болады десе, бұл шын мәнінде ешқашан қайғырып көрмеген адамның пікірі дер ем. Сәтсіздігіңді толық ұмыта алмайсың,
тек оны түзей аласың. Сол сәтсіздікпен өмір бітпейтінін түсінесің. Соны ойлап әрқашан өкінесің, әрдайым күмәнданасың. Өз шешіміңді микроскоппен миллион рет қарап, болған нәрсені болдырмайтын жолды іздейсің. Бұлай дегенімде, олай еткенімде дерсің. Бұлай дейтін тек сен емес, өзіңді түсінетін адамды тап та сонымен сөйлесіп көр. Өзгелер өз түйткілін қалай шешетінін сұра. Көмек сұра. Мамандардың көмегіне жүгін. Мүлде ештеңе көмектеспесе, келесі тарауды оқы. Өмірден аларыңды алып түк бермедің. Өмірдегі сәтсіздіктерді жеңудің бір тәсілі қайырымдылық ісіне араласу. Волонтер болу. Жақсылық жасау. Жергілікті қоғамның өміріне атсалысу. Міндетті түрде ауқымды яки зор шара болуы тиіс емес. Жай ғана жақсылық. Әріптесіңе жылы сөз айт. Біреуді қолда. Үйінде жалғызсырап жүрген біреуге барып көңілін сұра. Үйде отырма, өзіңді мүжи берме, іспен айналыс. Бұл әлемде екі түрлі адамдар бар. Бірі жаңалық жасайтындар, келесі тек ала берсем дейтіндер. Беретіндер бақытты, алатындар бақытсыз. Ал сен кімсің?